Кванттық әлем жайлы айтпас бұрын атомның құрылысымен танысып алайық. Атом ядродан және оны айналып жүретін электрондардан тұрады. Ядроның көлемі атомның көлемінен 1000 есе кішкентай болса да, барлық масса ядрода орналасқан. Ядроны алма деп алатын болсақ, атомның көлемі үлкен футбол алаңындай болатын еді. Сонда атомның 99,9% бос болғаны ма деген сұрақ келеді. Бірақ бұл жерде бәрі біз ойлағандай оңай емес. Электронды ядроны айналып жүретін шарик түрінде қарастыруға болмайды. Қазіргі заманғы физика бойынша электронды ядроны қоршап тұрған бұлт түрінде қарастырады. Міне мына суретте электронды бұлттардың түрлері көрсетілген. Осы бұлттың ішінен электронды тапқымыз келсе, ол өте оңай. Себебі біз қай жерге қарасақ, электрон сол жерде болады. Яғни бұлттың ішінде бір электрон болса да, ол электрон барлық жерде кездеседі. Электронның қай жерде болғанын қаласақ, дәл сол жерді бақыласақ жеткілікті, электрон көрінеді. Қалай бір зат бір уақытта барлық жерде бола алады? Неге электрон бақылаушы қалаған жерде пайда болады? Деген сұрақ тек бізде ғана пайда болып отырған жоқ. Себебі қазіргі заманғы физика, ғалымдар бәрі бұл сұраққа жауап бере алмай келеді. Ричард Фейнман деген кванттық физикадан Нобель сыйлығын алған ғалым, кванттық физиканы түсінетін адам жоқ. Қаншалықты түсінуге тырыссаң, соншалықты түсінбей қаласың деп айтқан. Бізге тек кванттық бөлшектердің қандай қасиет көрсететіндігі белгілі, ал неге олай екендігі қазірше түсініксіз. Ал енді адам деген не екендігін қарастырайық. Адам орташа есеппен 12 кг сүйектен, 32 кг бұлшық еттен, 16 кг майдан, 20 кг ішкі ағзалардан тұрады. Бұлар сәйкесінше 100 триллион клетка болады. Ал клеткалар болса молекулалардан тұрады. Молекулалар атомдардан тұрады. Адам денесіндегі жалпы атомдар саны осыншама. Бұл қалай оқылатынын білудің де керек жоқ. Өте көп екендігі түсінікті. Сонда адам деген ойлай алу қабілетіне ие осыншама кванттық бөлшектер жиынтығы. Кванттық бөлшектің болашақтағы мүмкін болатын орындары өте көп болғандықтан, біз қайсысын бақыласақ, сол мүмкін болатын жағдай орындалатындығын білеміз. Дәл сол сияқты бізде кванттық бөлшектерден құралғандықтан, біздің де болашақтағы мүмкін болатын жағдайларымыз өте көп. Тек өзіміз қалайтын жағдайды бақылауымыз керек. Бірақ біз болашақты тек ой жүзінде ғана бақылай аламыз.